Жер бетінде дәрігерлік мамандықтан абыройлы, құрметті мамандық жоқ ау-сірә. Дәрігер болу үшін адамға емді артып қана қоймай, оның жанын түсінетін, жылы сөзімен дем беретін маман иесі де болуын керек. Қазақтың заңғар жазушысы Мұхтар Әуезовтың қай істің болсын өнуіне 3 түрлі шарт бар. Ең әуелі ниет керек, одан соң күш керек, одан соң тәртіп керек деген ғұламалық сөзі бар. Міне осындай қасиеттердің барлығы бір бойынан табылып, бар ғұмырын денсаулық саласына арнаған Торғай елінің қабырғалы азаматы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген дәрігері Байжұманов Асқар Байжұманұлының туғанына биыл 85 жыл толып отыр. Асқар Байжұманұлы 1939 жылы 19 шілдеде Қостанай облысы Жангелдин ауданы Шилі ауылында дүниеге келген. Асқар Байжұманұлының бойындағы биік адамгершілік пен терең парасаттылық, ата-анасымен кіндік қаны тамған туған топырағынан дарыған қасиет болса керек. Шежіре тілмен сөйлесек, түкті Қошқар батыры атанған Шақшақ Көшейұлы Қошқар батыр Байжұманұлы Асқар Байжұманұлының арғы-атасы болып келеді. Бала кезден өмірдің ауыртпашылығын көріп өскен Асқар Байжұманұлының балалық шағы туралы Ертай Жәлелұлы былай деп еске алады. Соғыстан кейінгі қиыншылығы мол жылдар болатын. Қатарластары секілді Шилі өзені бойын жайлаған елде жастай шаруаға жегілді. Одан олар кем болған жоқ. Қайта шынығып, шаруа жайын біліп өсті. Асекең ағасы Әнуарға қарағанда дене бітімі ірі, батыр тұлғалы, жүректі азамат болып өсті. Ол ең алғаш күреске 7-ші сыныпта оқып жүргенде қатыса бастады. Бозбала шағынан ел ішінде өтетін тойларда өзінен бірер жас үлкен Сапабек Мәдиевпен бірге қазақша күрес додасына түсіп, жауырына жерге тимеген балуан атанды. Күрестегі епті қимылына тәнті болған ауылдастары оны бала балуан деп атап кеткен еді. Асқар Байжұманұлы алғаш рет мектеп табалдырығын Ленин орденді ұстаз Қаражан Топаев басқаратын Шилі орталау мектебінде аттайды. Кейін негізін 1864 жылы Ыбырай Алтынсарин қалаған Торғай орта мектебінде білім алды. Болашақ дәрігер 1964 жылы Алматы қаласындағы мемлекеттік медицина институтын бітірген. Еңбек жолын Жангелдин аудандық ауруханасында қатардағы оташы болып бастап, ауыл адамдарының денсаулығын жақсартуға білек сыбана кіріседі. 1964-1971 жылға дейін хирург, бас дәрігер болып істеді. Өлкедегі Торғай облысының ұйымдастырылуына байланысты Арқалық қаласына қызметке шақырылып, 1971-1991 жылдары Торғай облыстық ауруханасында хирургия бөлімінің меңгерушісі, 1991-1997 жылдары облыстың бас хирургы, 1997-2004 жылдары Арқалық қаласындағы орталық аурухананың бас дәрігерінің орынбасары болып қызмет атқарады. Асқар Байжұманұлы ел аманатын арқалап, өткен ғасырдың 90-шы жылдары Торғай облысы атынан Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы жоғарғы кеңесінің депутаты болып сайланып, халық қалаулысы ретінде еліміздің заң шығарушы органында қызмет атқарады. Хирургия саласындағы ұзақ жылғы жемісті еңбек үшін Асқар Байжұманұлына 1974 жылы КСРО денсаулық сақтау ісінің үздігі, 1980 жылы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген дәрігері, 1999 жылы Арқалық қаласының құрметті азаматы атағы беріліп, еңбек қызыл ту орденімен марапатталады. Асқар Байжұманұлының ізін басып, тәлім-тәрбие алған шәкірттері де баршылық. Атап айтқанда, Мұрат Оспанов, Серік Мұхамеджанов, Болат Жармағанбетов, Қанат Әбілдин, Азамат Мағзұмов, Серік Қожахметов, Николай Альмағанбетов секілді шәкірттері Тобыл Торғай өңіріне белгілі денсаулық сақшылары атанды. Солардың бірі Қостанай облыстық ауруханасының бас оташысы, жоғарғы санатты хирург, құрмет орденінің иегері Әбілдин Қанат ұстазы туралы былай деп пікір қалдырады. Мен өзімнің Асқар Байжұманұлының шәкірт екенімді қашанда мақтан етемін. Өзімде шәкірт тәрбиелеп, Асекеңнің салып кеткен дара жолымен келе жатырмын. Асқар Байжұманұлының медицина саласындағы еңбегі ұшан теңіз, өлшеусіз. Белгілі хирург қаншама адамның ауруына араша бола білді.
халық денсаулығын сақтау қызметіне саналы өмірінің 50 жылға жуық уақытын сарп етіп, оның ең бір күрделі саласы хирургияны жанына серік еткен алтын қолды дәрігердің жарқын бейнесі халқының жүрегінде сақталып, өнеге ретінде атқарған еңбектері халықтың жадында мәңгі қала бермек.